Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қарайтын тақырыбымыз Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі. Яғни біздің 1773-1775 жылдар аралығында Ресей жерінде болған Емельян Пугачев бастаған шаруалар көтерілісіне қазақтардың қатысуы. Жалпы осы кезеңдерде 1773 жылдары 3-ші Петр өзін Ресей жерінің патшасымын деп жариялайды. Ал бізде қазақ жеріне жариялағаннан кейін, яғни орыс болып біз қазақтар Ресейге тәуелді болып отырғаннан кейін, ол Ресейдің патшасы кім болғандығы, яғни қандай озбырлықтар көрсетіп отырғандығы, оның барлығы қазақтарға тікелей әсер етеді. Яғни көтеріліске бізде қазақтардан кіші жүз бен орта жүздің қазақтары қатысқан екен. Яғни қазақтарының жалпы кіші жүз толықтай қатысса, орта жүз қазақтарының бір бөлігі қатысқан. Бұл көтеріліс сипат жағынан басы байлылық, феодалдық қоғамға қарсы бас көтеру болған. Яғни байларға қарсы көтеру. Бұл жерде яғни бұл шаруалар көтерілісі деп аталады. Енді мына шаруа деген сөзге келейік. Шаруа деген Ресейдің 1861 жылға дейін тағдыры іс жүзінде помещиктер, яғни жалпы басыбайлы мен дворяндардың еркіне толық тәуелді болған ауылдық жердің тұрғындары. Яғни олар егіншілікпен айналысады. Сонымен қатар айналысып отырған кезде көбіне олардың басшылары болады. Яғни байлардың қол астында жұмыс жасап, шаруа ретінде жұмыс жасаған дворян мен жаңағы басыбайлы адамдарға тәуелді болып отырған шаруалар екен. Енді жалпы бұл Емельян Пугачевтің көтерілісі басталам дегенше, кіші және орта жүз қазақтарының көшіп қонып жүрген аймақтары кіші жүз жері Сырдария өзенінен төменгі жағынан басталып, Жайық Тобыл өзеніне дейін созылып жатса, шекарасы шығысында орта жүз, оңтүстікте ұлы жүз және Орта Азия хандықтарымен шектесіп жатқан екен. Бұл бізде кіші жүз. Ал орта жүзге келетін болсақ, Тобыл, Есіл, Ертіс өзендерінің жоғары аудандарында Найман, Қыпшақ, Арғын және де Қоңырат, Керей рулары қатысқан екен. Жалпы негізінен орта жүз қатыспайтын болған. Бұл орта жүздің қатысуына бірден бір болған мәселе қазақтардың өзінің қоныстарынан айырылғысы келмеді, қоныстарынан айырылғысы келмеді. Енді жалпы бұл соғыстан алдын негізінен бізде қазақтарда Нұралы патша болған. Нұралы кезеңі. Нұралы негізінен Пугачев бастаған шаруалар көтерілісін қолдаймын деп уәде берген Пугачевқа. Қолдаймын деп. Кейіннен бейтарап болып қалды. Бейтарап, яғни патша үкіметінің айтқан барлығын орындайтын адам болғандықтан, мынау көтеріліс патша үкіметіне қарсы болғандықтан, жалпы мынаны да қолдамаймын, бейтарапты ұстанам деген сияқты болып қалған екен. Және де бұл шаруалар көтерілісіне қатысқан қазақтардан бізде Сырым Датұлы. Бұл көтеріліс Ресей жерінде болған көтерілістердің бірі. Енді сонымен қатар бұл кіші жүзде Ералы, Досалы, Айшуақ, Сейдалы деген сұлтандар негізінен Пугачев бастаған шаруалар көтерілісін қолдаушылар. Кіші жүзден қолдаушылар. Орынборды қоршауға қатысқан қазақтардың саны 200 адам болған. Және де жалпы бұл кіші жүзден болатын болса, орта жүзден Пугачев үндеуін қолдаған орта жүздің биі Дәуітбай. Мына Дәуітбай деген және де Ералы, Досалы, Айшуақтар, Сейдалылар көбіне бізде тест сұрақтарында келіп жатыр. Пугачев бастаған шаруалар көтерілісін басу үшін генерал Суворов жасақтары жіберіп отырған, яғни жазалау отрядтары. Яғни Суворов бастаған жазалау отряды Пугачев бастаған шаруалар көтерілісін басуға, жаншуға жіберілді. Кейіннен 1775 жылы көтеріліс жаншылды.